Мәссаған баклажка деп панкейк пісіру деген қандай ғажап екен. Қараңыздаршы, ешқандай посудаларыңыз былғанбайды. Ең алдымен таза баклажкамызды аламыз, 2 жұмыртқамызды жарып, үстіне керек қоспалардың барлығын саламыз. Қантымызды, сүтімізді және де ұн, разрыхитель барлығын салып, жақсылап араластыруымыз керек. Бұл жерде маңыздысы міндетті түрде үздіксіз араластыруымыз қажет, себебі арасында комок қалып кетсе, қазір баклажканы құйған кезде табаға құйылмай әбігерге түсуіңіз мүмкін. Сол себепті сіздер жақсылап шайқаңыздар. Ал қызып тұрған табамызға дәл осылай кез келген формаларыңызды құйып пісіріп алсаңыздар болады. Мінекей менің панкейкім дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыздар, өте оп-оңай рецепт. Егер де рецепт ұнаса, менің парақшама тіркеліп қолдап кетіңіз. Менің парақшамда бұдан да басқа көптеген рецепт түрлерін көре аласыздар. Ал қыздар, сіздерде осылай жасап көргендер бар ма? Араларыңызда ойларыңызды жаза кетіңіз және қолдап кетіңіз.